Сәлеметсіздерме? Оңайтылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға арналған. Бұл режимді қолдану салық төлеушінің Қазақстан Республикасының үкіметі бекіткен тыйым салынған қызмет түрлерімен айналыспаған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Сонымен қатар, оны басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25%-дан асатын заңды тұлғалар, осы режимді қолданылатын өзге заңды тұлғалармен байланысты құрылтайшылары немесе қатысушылары бар заңды жеке тұлғалар, коммерциялық емес ұйымдары, арнайы экономикалық аймақтар мен Астана хаб қатысушылары, сондай-ақ бірлескен қызмет туралы шарттар негізінде жұмыс істейтін салық төлеушілер қолданыла алмайды. Оңайтылған декларацияны пайдалану үшін жылдық табыстың шекті мөлшері 600 000 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Бұл ретте жалдамалы қызметкерлердің саны шектеу қойылмайды. Салық табыстың 4% мөлшерінде төленеді, бірақ маслихаттар мөлшермені 50%-ға дейін төмендету немесе көбейту құқығына ие. Бұл режимді қолданушылар әлеуметтік салық пен қосымша құн салығы төлеушілер болып табылмайды, тек импорттық жағдайларын немесе резидент еместер көрсететін қызметтерге қосымша құн салығы төлеуді қоспағанда. Есепті кезең жарты жылдық болып табылады. Декларация есепті кезеңнен кейінгі 2-ші айдың 15-не дейін ұсынылады, ал салық төлеу 2-ші айдың 25-не дейін жүргізіледі. Егер табыс 24 000 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, салық салынатын табыс қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге жұмсаған нақты шығындар көлеміне азайтуға құқылы. Сондай-ақ, егер салық төлеушінің жылдық табысы 135 000 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, ол бухгалтерлік есеп жүргізуден босатылады. Тек алғашқы құжаттарды жасау мен сақтау және қаржылық есептілікті қарастыру міндетті сақталады. Маңызды атап өтетін жайт, жалпыға бірдей белгіленген тәртіпте жұмыс істейтін салық төлеушілер үшін оңайтылған декларация қолданатын контрагенттермен өзара есеп айырысу сомаларын шегерімге жатқызуға тыйым салынады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.